Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Ең жақсы электр плиталарын Жапонияға жөнелттім. Барлығы ойдағыдай тура болып жатқан жоқ. Міне, менде су арқылы сіріңкені тұтату үшін қолданатын мынадай құрылғы пайда болды. Таңғаларлық жағдай, бірақ қазір іс жүзінде қалай болатынын көрерміз. Мен бұған дейін ешқашан жасап көрген емеспін. Сондықтан ол орындалмауы да мүмкін. Бірақ біз бәрібір тырысатын боламыз. Сонымен біз мұнда суды бунзен жанарғысымен қайнатпақшымыз. Су буға айналып, ирек түтік арқылы мына түтікшемен өтеді. Мына жерден шығады. Және ол иір түтіктен өтіп бара жатқанда, біз оны дәнекерлейтін шаммен қыздыруға тырысамыз. Яғни шығу кезінде будың температурасы бірнеше жүз Цельсий градусына ие болады. Менің ойымша, бұл сіріңкені жағу үшін жеткілікті. Әрине, ыстық суды бірден құя салсам бәрі оңай болатын. Қап. Оқушының әдеттегі қателігі. Окей. Менің ойымша бірнеше минут ішінде су қайнайды. Қалыпты жағдайда су немесе бумен сіріңкені жағу мүмкін емес. Ол үшін жоғары температура жеткіліксіз. Қайнаған судан шыққан кәдімгі бу бірден қоюланады. Себебі оның температурасы қайнау нүктесінен әлде қайда жоғары емес. Ол бір нәрсемен байланысты болған сәтте ол салқындайды және қоюланады. Түтік өте жылдам қызады. Біз оның температурасы сіріңкенің өзіндік тұтану температурасынан асатындай буды бірнеше жүз градусқа қыздырып алуымыз керек. Сіріңкенің басы өздігінен тұтанатын температура болады. Міне, біз дәл соны істеуге тырысамыз. Сіріңке жану үшін суды барынша қайнатамыз. Термометрде 100 градустан кемірек. Бірақ бұл таңғаларлық емес. Біздің үлкен ирек түтік енді конденсатор ретінде жұмыс істейді. Демек, біз шығу кезінде 100 градустан жоғары бу ала алмаймыз. Дәнекерлеуші шамды қолданудың уақыты келді. Сіз дәл қазір мен дәнекерлеуші шамды қолдануды бастамас бұрын түтіктің соңынан конденсат пайда болғанын көрдіңіз. Бумен шығарылған су тамшылары енді толығымен жоғалып кетті. Өйткені қазір мұнда тым ыстық. Ал бұл түтіктің шыға берісінде қоюланбайды. Барлығын бірден жасау қиын. Әсіресе барлық заттар өте ыстық кезінде. Сондықтан мен бірінші талпынысымда дәнекерлеуші шамды жай ғана алып тастайтын шығармын. Жағдай нашар емес. Мен бұрын соңды мұндайды ешқашан көрген емеспін. Сіріңке жалынсыз бықси бастады. Мұның мүмкін екендігін білмеппін. Тәжірибе үшін температураның жеткілікті екеніне сенімдемес едім. Сондықтан мен екінші бунзен жанарғысын алдым. Онымен қалай жұмыс істейтінін көрейік. Сонымен мен тағы да суды қайнатуға қойдым. Енді екінші бунзен қыздырғышын жағайық. Қазір мыс ирек түтік қызды. Меніңше қазір бәрі ойдағыдай болады. Мыс ерейді деп ойламаймын. Бұған жету үшін түтікке көп ыстық беру керек. Сонымен термометр көрсеткіші не дейді? Шыға берістегі температураны тексерейік. Өте жылдам жоғарылап келеді. Қап. Түсінікті. Бүгін менің термометрім тек 200 градусқа дейінгі температураны ғана көрсететінін білдім. Осылайша біз оның мүмкіндігін асырдық. Сонымен бітті.
Бұл шынымен де өте қызықты тәжірибе болды. Меніңше бар мәселе алғашында айтарлықтай ыстық болмағанында емес, сіріңкені тікелей бу ағымында ұстауымда болды. Сіріңке бықси бастағанда алып тастауым керек еді. Шығу буында оттегінің жоқ екендігі анық. Бұл газ тәрізді күйдегі су ғана. Оттегі жоқ, сондықтан сіріңке онда тұтана алмады. Менің ойымша мәселенің бәрі осында. Ал енді, біріншіден, біз жылытуды күшейттік. Екіншіден, мен сіріңкені бу ағынына қойып, содан кейін оны ауаны шығару үшін алып тастаймын. Сол кезде ол тұтанады. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.